Сосын мына біздің қазақтың әйелдерінің және бір проблемасы 50%-ында бар, мен көзім жеткені, күйеулерінен ақша сұрамайды. Қанша ол ақшалы бай әйел болса да, күйеулерінен ақша сұрай алмайтынын мен көріп таң қалдым. Данный момент ақшам болмай қалды. Күйеуіңнен сұрамайсың ба деп сұрағаннан ақша жоқ деп айтты дейді. Вообще күйеуімнен ақша алмаймын. Сонда күйеуің ақшасын кімге береді десем, қайнатама береді дейді. Вообще ақша сұрамайсың ба? Жоқ, одан ақша сұрағанша лучше өзім жұмыс істеп, лучше басқа біреуден сұрағаным артық дейді. Сонда қыздар деймін, сіздер күйеуіңіздің ұрпағын көбейтіп жатсыздар, өзіңізді құрбандыққа шалып, оның бала шағасын туып беріп жатсыздар. Оны сіздер бала шағасын бағып жатсыздар, оның бала шағасын анау-мынауын әперіп жатсыздар, сол үйдің жұмысын істеп жатсыздар деймін, өзіңізді қаншама құрбандыққа шалып жатсыздар, бірақ ақша сұрай алмайсыздар да. Мен вообще в шоке да. Сонда ол үйде не істеп жүрсіздер? Күйеуіңіз сізге ақша бермейтін болса, күйеуіңіз просто сіздің базовый нәрселеріңіз әпермейтін болса, жай ғана қарапайым бір кафедегі 3-4 мың теңгеңізді күйеуіңіз бермейтін болса, ол үйде сонда қалай ол үйде ондай адаммен тұрып жатсыздар? Мен вообще таң қалам. Біздің қазақта мына сөз бар ғой, ұятта болса айтайын, пәленшесін беріп айла таппаған дегенше. Сонда күйеуіңізбен жатуға ұялмайсыздар да, бірақ ақша сұрауға ұяласыздар ма? Сонда не үшін күйеуіңіздің солай жағдайын жасап жатсыздар? Қыздар, мен таң қалдымшы. Сіз оның әке шешесінің жағдайын жасап жатсыз. Оның қаншама оның кірлерін жуып жатсыз. Мысалы, мәлі сіз сол үйдің әйелісіз, сол нәрсенің бәрін істеуге міндеттісіз да, бірақ сіз күйеуіңізден 3-4 мың теңге таппаған кезде деймін да, күйеуіңізден 3-4 мың теңге сұрай алмаған кезде не істеп жүрсіздер? Сонда мен вообще таң қалдым. Қанша жыл қалай сондай адаммен өмір сүріп жатсыздар? Ол жерде еркек бермейді емес, еркек барлық әйелге ақша бергісі келеді. Просто сіз өзіңіз сұрай алмайсыз, болмаса сіз сұрағыңыз келмейді. Бірақ сіз әлсіз ғой, сіз бір күні шаршайсыз, бір күні денсаулығыңыз кетеді, сіздің бір күні жұмысқа шықпай қалатын уақытыңыз болады. Сол кезде сіз күйеуім ақша бермейді деп аштан жатасыз ба? Мен вообще таң қалдымшы. Сіз өзіңіздің хотя бы сол нәрсе, мәлі біреуден сабақ алыңызшы, қалай байдан ақша сұрау керектен хотя бы сабақ алыңызшы өзіңіз үшін деймін да. Сонда еркек сонда сол табысты не үшін тауып жатыр? Сізге бір 3-4 мың теңгесін қимаса. Мен вообще қазақтың әйелдеріне таң қалдым менші. Сонда сіздер ол үйде ешкім емессіздер ма? Ол үйде сонда сіздердің ешқандай құныңыз жоқ қой ол үйде, Мен вообще таң қалдым. Қыздар, сонда сіздердің ол үйдегі абыройларыңыз қандай? Сонда сіздердің әйел деген абыройларыңыз жоқ па ол үйде? Ол үйде сонда не істеп жүрсіздер? Сізге қазір күйеуіңіз ақша қимаса, ертең сізге балаңыз ақша қия ма? Айтыңызшы. Ол үшін бірінші өзіңізге ақша қиып үйреніңіздер, қыздар.